Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен мен Индира. Мен сіздермен көктем жайлы айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Маған жазылып алыңыздар. Көктем табиғаттың түрленетін тамаша мезгілі. Иә, көктем келіп, шуағын шашқанда әлде бір жылулық күтіп тағатсызданамыз. Қыстан аман шықтық, көктем келді деп шаттанғанымен ағзада орын алатын кей өзгерістер қуанышты су сепкендей басатыны бар. Көктемде өмірдің күйбең тіршілігімен қоса әлсіздік болғаннан тартып не істерін білмей дал болып жататындар аз емес. Бұған қоса ауа райының өзгеруі де адамның көңіл күйіне әсер етеді. Әрі адамдардың көпшілігі қыста аз қимылдайды да, көктем шыққанда қимыл қозғалысы үдетеді. Осы кезде жұқарып тұрған иммундық жүйе бірден әлсірейді. Адамдардың көпшілігінің қан қысымы төмендеп, бас ауырады. Бұған қоса көктемде күн бір жылып, бір суып тұратындықтан көп адамдар суық тигізіп алады. Сонымен қатар адамдардың болмайтын нәрсеге ренжуі, иммунитеттің әртүрлі ауруға әлсіз болуы басым болады. Сөйтіп адамдар көктемдегі әлсіздікке тап болады. Дәрумен жетіспеген кезде бас айналып, ұйқышылдық басады. Адам әлсіреп, жұмысқа қабілеті төмендеп, делсалдық күйін кешеді. Тез шаршайды, жүйкесі жұқарып, сәл нәрсеге ашу шақырады. Кейде қан қысымын төмендейді, шаш жиі түсіп, көздің көру мүмкіндігі нашарлайды. Тіпті тырнақтың реңкі өзгеріп, қаншалықты күтіммен қарасаң да қалпына келмейді. Онда сызықтар мен дақтар пайда болады. Дененің терісі құрғап, тіпті қабыршықтанып кетеді. Бұндай кезде бұрыннан созылмалы аурумен ауыратын адамдардың дерті қайта қосса, кейбіреулер жаңадан ауру жұқтыруы мүмкін. Әсіресе ер адамдарға қарағанда әйелдер дәрумен тапшылығына жиі ұшырайды. Өйткені физиологиялық жағдайлар ағзадағы дәрумендерге әсерін тигізіп отырады. Сондықтан халқымыз көктемді қараөзек немесе жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілетін шағы деп айтады. Ең алдымен бұл кезде салауатты өмір салтын ұстанып, жүйелі тамақтану керек. Мүмкіндігінше табиғи тағамдарды пайдаланған жөн. Оның ішінде ұлттық тағамдарды шұбат, қымыз ішіп тұрса, иммунитет күшейеді. Ағзада кальций жетіспейтін адамдар тары жегені дұрыс. Ересек адам күніне 1 литрге дейін табиғи сүт ішсе, дәрумен тапшылығы сезінбейді. Бұған қоса ас мәзірінде көкөністерді пайдалану керек. Құрамында дәрумендері көп тамақты талғап жеу керек. Сәбіз ең пайдалы көкөніс. Оның құрамында В1, В2, В6, С, Е, ПП, К дәрумендері қатар минералды тұз да бар. Сәбіз көздің көруін жақсартып, терінің жақсаруына әсер етеді. Қызылша шаршауды басып, депрессиядан құтқаратынын көбіміз білмейміз. Дені сау адам табиғаттың ең қымбат жемісі. Деніңіз сау болса, оны сақтау керек. Егер сырқат болса, сауықтыруы қажет. Тәтті тағам емес, денсаулыққа пайдалы тағам. Тәтті екенін ұмытпаңыз. Адам көңіл күйінің құбылуы да ауруға шалдықтырады. Мәселен, үнемі толығып, ұнжырғасы түсіп жүретіндердің 45%-ында әртүрлі ауырсыну сезімі пайда болатынын көрінеді. Әсіресе ызаланып, қайғырып, бір нәрсені уайымдап жүретіндер ауруға бірінші шалдығады. Сондықтан көктемде көңіл күйді түсірмеуге тырысқан жөн. Өзіңізді әлсіз сезінбеу үшін бұл маусымдағы ағзаны аздап
еркелетіп тұрған жақсы. Күн сайын таңғы шай орнына қайнаған жылы суға бір ас қасық бал қосып ішсеңіз жақсы. Үстіне жарты лимон шырынын сығып қосуыңызға болады. Ол жасушалардың жаңаруы мен жасаруына жақсы көмек. Әрі көктемгі әлсіздік, витамин тапшылығына қарсы керемет көрініс. Тәулік қуатыңыздың сарқылмауы мен өзіңізді сергек сезінуге көп үлес қосады. Таза ауада жүргенде бір қалыпты терең тыныс алып жаттығыңыз. Мұрынмен тыныс алу керек, бірақ ентігуге жол беруге болмайды. Ол тыныс алу жолдарының жұмысын жақсартып, өкпеге көбірек таза ауа баруына жол ашады. Ал таза ауа арқылы өзіңіз сияқты өкпеде сергіп қалады. Ми жасушалары да оттегімен қанығып, шаршауды басуға көп көмегін тигізеді. Өзіңізге өзіңіз массаж жасаңыз. Аяғыңызға, қолыңызға, желкеңізге, тіпті қарныңызға да. Денеңізді бос ұстап, теледидар көргенде, тынығып жатқанда осылай бұлшықеттерді босаңсытып, қан жүгіріп алу керек. Әсіресе аяқ башпайларына жасалған массаж оның күні бойынғы шаршауын басады. Жүйкелердің жақсы тынығуына жол ашады. Дұрыс ұйқының маңызы зор. Күніне кем дегенде 8 сағат ұйықтап, түс уақытында мүмкіндік болса бір мезгіл мызғып алғаныңыз жөн. Отырған жеріңізде шам жағып қойып, бөлмеңізге қуатты шамдарды қойғаныңыз дұрыс. Әрине, қолдан жасалған жарықтандыру күн сәулесін алмастыра алмайды, бірақ бұлтты күні ең дұрыс шешім осы болмақ. Гардеробыңызда ашық түсті киімдер мен аксессуарлар болсын. Сарғыш түсті көйлек немесе орамал күйзеліспен тамаша күресе алады. Мандарин немесе басқа да өзіңізге ұнайтын майы қосылған хош иісті ванна қабылдаңыз. Бұл көңіл күйіңізді көтеріп сергітеді. Қарап тұрсаңыз қиын емес амалдар. Ал ағзаға көмегі өте көп. Олай болса, еркіндікті ерекше амалдармен алмастырыңыз. Саулығыңызға сеп болады. Көктемнің жайма шуақ күнінде барлық сырқат пен әлсіздікті артқа тастап, қыр гүліндей құлпырып, жадырап жүре беріңіз. Достар, менің видеом ұнаған болса, тіркеліп алыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесіде кездескенше сау саламатта болыңыздар.